Жетісу облысында парктер шеруі басталды. Жыл сайын өтетін бұл шара сәуірдің 22-сіне дейін жалғасады. Осының аясында Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркының қызметкерлері табиғатты қорғау бағытындағы акциялар ұйымдастырып, жасөспірімдермен бірге көшет отырғызды. Сарқан ауданында парктер шеруі осымен 12-ші рет ұйымдастырылды. Жыл сайын өтетін шараның ауқымы ұлғайып, қатысушылар саны артып келеді. Бұл жолда жасөспірімдер мен жастар көптеп жиналды. Жеткіншектер Жоңғар Алатау паркының қызметкерлерімен бірге көшет отырғызып, қаланың гүлденуіне үлес қосты. Таза ауаны көбейту үшін және де машинелерден шыққан көмірқышқыл газдарын адамға деген ықпалының әсерін азайту үшін осындай ағаштар егіп отырмыз. Акция аясында парк қызметкерлері жасөспірімдердің қатысуымен әртүрлі шараларды өткізеді. Сол арқылы оларға табиғатты сақтаудың маңыздылығын түсіндірмек. Әрі жеткіншектердің бойында экологиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар дәстүрлі орман қорын молайту жұмыстарын атқаруда жоспарланып отыр. Былтыр орман қорында бізде 55 мың отырылды ағаштар. Биыл жоспар бойынша 66 мың отырғызайын деп тұрмыз. Біздің мақсатымыз ағашты көбейту, Қазақстанымызда орман қорынды үлкейту. Жоңғар Алатауында жер бетіндегі алманың түп атасы саналатын сиверс алма ағашы өседі. Парктер шеруі сол ағаштың гүлденуі кезінде қорытындыланады. Салтанатты жиында экологиялық акциялар мен фестивальдарға белсене қатысқандар марапатталады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.